жерден айтады, пайғамбарлықтың қажеттілігі ақыли тұрғыдан емес дейді. Яғни адамда ақыл берілген, өзінің ақылы бар. Пайғамбарлықтың қажеттілігі ақыли тұрғыдан емес. Адам ақылын пайдаланса, осы дүниеде жетістікке жете береді. Пайғамбарлықтың қабылдау шариғи жолмен болады. Пайғамбарлықтың қажеттілігі ақыли тұрғыдан емес, пайғамбарлықты қабылдау шариғи жолмен болады деген осындай пікір айтады. Яғни қазір бұл жерде мән берсеңіздер, бүгінгі таңда егер сендер тура жолда болсаңдар, неге ғылымда алда болмайсыңдар? Неге сендер тура жолда болсаңдар, неге сендер басқа адасқан адамдар, басқа сенімдегі адамдар сендерден ғылымнан асып кетіп жатыр дегендерге осы жерде автор жауап берді. Не үшін десе, осы дүниеге қатысты, білімге қатысты, ғылымға қатысты, билікке қатысты қағидалар бар. Осы дүниеге қатысты адамның ақыл санасы және қол өнерін іске асырады. Соны кім қолға алса, осы дүниеде жетістікке жетеді. Кім қару саласына жұмыс жасаса, сол салада жетістікке жетеді. Кім құрылыс саласында жұмыс жасаса, соған жетістікке жетеді. Ол адамның ақылына қатысты. Автор айтып отқаны сол. Пайғамбарлықты қабылдау, пайғамбарлықтың қажеттілігі ақыли тұрғыдан емес, пайғамбарлықты қабылдау шариғи жолмен болады. Яғни шариғат айтады, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деген сияқты шариғи мәселеге қатысты болады деп айтып жатыр.